Сәлем достар, біз бүгін өте жылдам және дәмді болып дайындалатын панкейк дайындаймыз. Келесі видеоларымды көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп алыңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант, ұн, тұз, ас содасы, уксус, сұйық май және сүт қажет болады. Кеттік достар, бірге жасап көрейік. Алдымен 3 жұмыртқамызды біркелкі етіп араластырып аламыз. Оған 4 ас қасық қант саламыз. Өзіңіздің қажеттілігіңізге қарай қантын көбейтсеңіз де болады. Салғаннан кейін ас содасы мен уксусты араластырып, осы дайын сұйықтыққа қосамыз. Мен блинныйға да осы ас содасы мен уксусты қолданамын, өйткені пузыректары әдемі болып күшті піседі. Кеттік, сұйықтыққа ас содасын қосып араластырғаннан кейін сұйық майымызды қосамыз және тұзымызды салып, біркелкі болғанша әбден араластырамыз. Бұл жерде араласу өте маңызды. Блендермен араластырсаңыз да өз еркіңізде, бірақ қолмен араластырған тезірек, ыңғайлы, шашпай төкпей жасағанға жақсы. Сұйықтығымыз дайын болғаннан кейін оған ұнымызды саламыз. Ұнды салып, бір бағытта ғана араластырамыз. Салған ұнымыз түйіршік болып қалмас үшін бір бағытта ғана асықпай араластыратын боламыз. Сол кезде қоймалжың, әдемі қаймақ секілді қоймалжың панкейкіміздің сұйықтығы дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, егер ұнды көп салып жібердім деп ойласаңыздар, кішкене қайтадан сүт қосып, бір бағытта араластырып жіберсеңіздер болады. Табамызды қыздырып, панкейкімізге арналған сұйықтықты құйып пісіреміз. Байқасаңыздар, бұл жерде тапа Фаберлик компаниясының тапасы. Лопатка де Фаберликті реклама жасап кеткен ба? Байқап тұрғандарыңыздай, тапаға ешқандай май жақпайсыздар. Қып-қызыл әдемі болып піседі. Отын жай баяу қойып қойыңыздар. Ас болсын, панкейкіміз дайын. Варенье мен медпен шай ішсеңіздер болады. Достар, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Рахмет.